2014 жылы мемлекет басшысының бастамасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік аппараты реформаланып, бірқатар министрліктер қайта құрылды. Бұл әсіресе қаржы министрлігіне қарасты комитеттерге әсер етті. 2014 жылы мемлекеттік кірістер комитеті мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің негізгі құрамдас бөліктері кеден және салық қызметтерін біріктірді. Мемлекеттік кірістер органдарының негізгі міндеті салықтардың, кедендік баждардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығы мен уақытылы түсін қамтамасыз ету, өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Жетісу облысы бойынша кірістер департаментінің құрамына 10 аудандық басқарма және 6 кеден бекеті кіреді. Бүгінгі таңда департаментте 735 қызметкер жұмыс істейді. Облыс аумағында 66.095 салық төлеуші, оның ішінде 9.375 заңды тұлға, 56.720 жеке кәсіпкер және 724.120 жеке тұлға тіркелген. Қызметкерлердің адал және үйлесімді жұмысының арқасында департамент жақсы жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Жетісу облысы құрылғаннан бері бюджетке 633 миллиард теңгеден астам қаражат жиналды. Егер 2022 жылы 198 миллиард теңге түссе, 2023 жылы 295 миллиард теңгеден астам қаражат түсті. Бюджетке түсетін түсімнің негізгі сомасы 362 миллиард теңгені кедендік төлемдер құрайды. 2 жылда салықтық және кедендік әкімшілендіру жұмыстарының нәтижесінде бюджетке 46 миллиард теңгеден астам қосымша түсімдер түсті. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 140 миллиард теңге көлемінде қаржы түсіп, өсу қарқыны 102%-ға өсті. Бүгінгі таңда мемлекеттік кірістер органдары мемлекеттік қызметтердің 42 түрін көрсетеді. Оның ішінде 25-і салықтық және 17-сі кедендік бағыттағы мемлекеттік қызметтің 38-і автоматтандырылған. Бірінші жарты жылдықта 848 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, оның 96%-ы электронды түрде көрсетілді. Кәсіпкерлерге ыңғайлы болу үшін e-салық азамат, e-салық бизнес және салық бот мобильді қосымшалары енгізілген. Олар кәсіпкерлерге тіркелуге, салық төлеуге және есептілікті автоматты режимде тапсыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта e-салық азамат жүйесінде 65 мыңнан астам пайдаланушы, e-салық бизнес жүйесінде 10 мыңнан астам жеке кәсіпкер тіркелген. 2021 жылдың қаңтарынан бастап кезең-кезеңмен жалпыға бірдей декларациялау енгізілді. Үшінші кезең бойынша облыс бойынша жалпы декларанттар саны 194.403 жеке тұлғаны құрайды. Декларациялау тәртібін жаппай түсіндіру мақсатында көп арналы 1404 байланыс орталығы жұмыс жасаса, 10 ауданда кеңес беру орталықтары жұмыс істейді. 1404 байланыс орталығының жұмысына салық төлеушілердің 99%-ы 10 баға берді. 2023 жылы салық төлеушілерден 10 мыңнан астам қоңырау шалынса, 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында 5200 қоңырау түсті. Жетісу облысының маңызды экономикалық құрамдас бөлігі Қытаймен көршілестік болып табылады. Екі ел арасындағы мемлекеттік шекараның ұзындығы 574 шақырымды алып жатыр және облыс арқылы Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық автокөлік дәлізі өтеді. Облыс аймағында орналасқан 6 кеден бекеттері арқылы Қытай Халық Республикасымен өзара тауар айналымы жылдан жылға артып келеді. 2024 жылдың 6 айында Алтынкөл жол, Темір жол, Нұр жолы, Алакөл, Қорғас шекаралық ынтымақтастық халықаралық орталығы және Талдықорған кеден бекеттері арқылы 472.829 көлік өткізіліп, былтырғы жылмен салыстырғанда көлік саны 19.8%-ға өсті. Кедендік төлемдер мен салықтардың төленген сомасы 7%-ға, яғни 138,9 миллиард теңгеден 148,9 миллиард теңгеге дейін өсті. Ал тасымалданған тауарлардың жалпы салмағы 6.105.000 тоннадан 7.443.000 тоннаға дейін өсті. Кеден бекеттерінде сыртқы экономикалық қатысушылары үшін барлық жағдай жасалған. Нұр жол кеден бекетінде 8 бақылау өткізу жолақтары арқылы күн сайын жалпы 2,5 мың автотранспортты ары беру өткізу мүмкіндігі бар. Олардың 2200-і жүк көлігі, 300-і жолаушылар мінген автобустар және жеңіл машиналар. Кеденде әр автотранспорт рәсімдеу қызметі бар жоғы 40 минут уақыт алады. 2024 жылдың басынан бері Қазақстан-Қытай шекарасындағы Нұр жолы кеден бекеті арқылы Қытай Республикасынан Қазақстанға 100 мыңыншы жүк көлігі өтсе, біздің елімізден Қытай Республикасына 50 мыңыншы автокөлік өтті. Бұл айтулы оқиға елдеріміз арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынастардың қарқынды дамып келе жатқанын атап көрсетеді. Бұдан басқа, 2022 жылдан бастап Алакөл жаңа автомобиль өткізу пунктінің құрылысы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жоба шеңберінде Алакөл кеден бекетінде қозғалыс жолақтары 2-ден 6-ға дейін кеңейтіліп, өткізу қабілеті тәулігіне 8 ретке дейін ұлғайтылатын болады. Сондай-ақ
Достық станциясында жаңа халықаралық сауда-логистикалық орталық өз жұмысын бастады. Оның негізгі мақсаты шекара маңындағы логистикалық инфрақұрылымды дамыту және Алакөл автожолының өткізу қабілетін арттыру. Нұржолы және Алакөл кеден бекеттері мемлекеттік кірістер комитетінің ішкі контурына ауыстырылып, бейне бақылау камералары қойылып, цифрлық таймшит енгізілді. Жалпы цифрлық таймшит енгізілген сәттен бастап, кеден бекеттерінің өткізу жылдамдығы 30%-ға ұлғайып, 336 мыңнан астам автокөлік құралын құрады. Алтынкөл және теміржол кеден бекеттері теміржол жүк станциялары болып табылады. Оларда радиацияның рұқсат етілген деңгейінің болуын бақылайтын ИДК және янтарь жүйелер мен вагондарда жеделдетіп қарау үшін озық технологиялар енгізілген. Кеден бекеттері арқылы тауарлар әлемнің 40-тан астам еліне жөнелтіледі. Ең күрделі және жауапты учаскелерінің бірі Қорғас шекаралық ынтымақтастық халықаралық орталығы кеден бекеті болып табылады. Осы кеден бекеті арқылы жолаушылар ағыны күн сайын 3000 адамды құрайды. Ал жазғы кезеңде бұл көрсеткіш жеңіл автокөлік құралдарының шығуы мен кіруін қоспағанда 7000-нан асады. Жарты жыл ішінде кеден бекеттерінің өткізу пункттері арқылы 1,5 миллионнан астам жеке тұлға кедендік шекарадан өтті. Мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға үлкен үлес қосып қана қоймай, облыс пен қаланың қоғамдық өміріне белсенді қатысады. Департамент ұзақ жылдар бойы айналайын балалар үйіне көмек көрсетіп келеді. Балаларды қорғау күні мен жаңа жылдық мерекелерге балаларға сыйлықтар беріледі. Акт залы жабдықталып, жиһаз, кілем, аяқ киім, костюмдер сатып алынды. Сонымен қатар, біздің қызметкерлер мектепке жол акциясына қатысады. Онда көп балалы, аз қамтылған отбасыларға киім-кешек пен мектеп керек жақтарын сатып алуға қайырымдылық көмек көрсетеді. Мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері салауатты өмір салтын, табандылықты және жеңіске деген ұмтылысты насихаттай отырып, спорттық жарыстарға белсенді қатысады. Біздің қызметкерлер қазақ күресі, теннис, волейбол, жүзу, шахмат сияқты түрлерде жақсы нәтиже көрсетті. Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері аумақтарды тазарту және абаттандыру, ағаштар мен бұталарды отырғызу бойынша жұмыстарына ынтамен қатысады. Осы жылдың мамыр айында мемлекеттік кірістер органдарының құрылғанына 10 жыл толуына орай Талдықорған қаласында ағаш отырғызу бойынша экологиялық акция өткізілді. Біз ардагерлерімізді ұмытпаймыз. Аға буын өкілдеріне құрметпен қарау кез келген мемлекеттің салауатты қоғам мен күшінің көрсеткіші. Бүгін біз ардагерлерімізге мемлекетіміздің қалыптасуы мен өркендеуі жолындағы қажырлы еңбектері үшін зор алғысымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, сіздерді мемлекеттік кірістер органдарының құрылғанына 10 жыл толуымен құттықтаймын. Біздің кедендік және салықтық қызметтің 33 жылдық тарихы бар. Осы жылдар аралығында ауқымды жұмыстар атқарылды. Мемлекетіміздің бюджетін толтыруда, облысымыздың экономиканың дамуында, мемлекеттік қызмет көрсетуде сіздер үлкен үлес қосып жатырсыздар. Қазіргі кезде заман талабына сай цифрландыру жұмыстары, жаңа салық кодексі әзірленуде. Кедендік бекеттерді модернизациялау жұмыстары жүріп жатыр. Осы жұмыстар мемлекетіміздің экономикасының дамуына, экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде үлкен серпін береді. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт пен береке тілеймін. Ел үшін абыройлы қызмет етіп, үлкен жетістіктерге жетіңіздер.